Selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme ba'd. Şerefkan Allahu Teala'ga sansız madak, ardaқты пайғамбарымызға салаваттар мен сәлемдер болсын. Аса рахымды ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы әдептілік, көркем сипаты жайында. Адамның сыртқы келбеті қаншалықты сұлу болғанмен, оның шынайы болмысы мен ішкі руханияты тек әдептілік арқылы ғана көрініс табады, құрметті жамағат. Адам баласының денесіндегі әдептілігі, сыпайылығы, адаммен деген сөйлесулігінде, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі сол бір көркем мінезділігімен Аллаху Тағаланың разылығына бөленген. Адам баласы көркем мінезді болуы керек. Әрдайым үйіңізге қонақ келген кезінде де сыпайылықпен бір күлімсіреп қонағыңызды күтіп алуының өзі бір сауапты амалдарынан болады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жағасынан бір бәдәуи келіп, қатты ұстап тартқан кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның екі жақ бетіне жағына қатты батқандығы соншалықты шапанының жағасы қатты батып із қалған дейді. Сонда қараңыздар, пайғамбарымыздың көркем мінезділігі. Сонда жаңағы бәдәуи: "Ей пайғамбар, сен мына жиған тергеніңнің тең жартысын маған бер" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: "Бұл жиған мүліктің барлығы менікі емес, бұл жиған тергенім тек Аллаху Тағаланікі" деген екен, құрметті жамағат. Қараңыздар, соның өзінде көркем мінезділікпен жауап беруі бұл жерде. Қараңыздар, әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кезде қасындағы сахабаларына жаңағы бәдәуи адамға өзінің жағына қатты батып кетсе де, соның өзінде не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жиған тергеннің тең жартысын бөліп беруін сұрады, құрметті жамағат. Бұның өзі көркемділікке, көркем мінезділікке жатқызады. Аллаху Тағала адам баласын сыйластықпен бұл дүниеде адам алдына келген кезде сондай сыпайылықпен, көркем мінезділікпен жауап беруіне шақырады. Көркем мінез туралы әдептіліктің кейбір көріністеріне тоқталып өтетін болсақ, бірінші, көркем мінез. Асыл дінімізде көркем мінезді болудың маңызы өте үлкен. Әли ибн Әбу Талиб, оған Алла разы болсын, сәнді бұйымдары мен әдемі киім уақытша ғана көрік береді. Адамның шынайы көркі оның мінезінде. Себебі мінезі көркем кісі адамдарға да, Алла Тағалаға да сүйікті болмақ деген, құрметті жамағат. Адамның жәннатқа кіруіне ең көп себепші болатын амал да осы көркем мінез. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, Алла елшісінен оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келген хадистерінде жәннатқа кіруіңе ең көп себеп болатын не нәрсе деп сұрағанда, ол кісі тақуалық пен көркем мінезділік деп жауап береді. Имам Тирмизиден келген хадисте, құрметті жамағат, қараңыздар, бұл сіздердің көркем мінезділіктеріңіз бен тақуалықтарыңыз жәннатқа
апаратын жол екендігін білдіреді. Басып келген қадамдарымыздың барлығын Аллаху Тағала қадамдарымызды сауапты амалдарынан қылсын. Бүгінгі қылып атқан құлшылық амалдарымызды, ғибадаттарымызды Аллаху Тағала өзі қабыл етсін. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салаваты мен сәлемі болсын, тағы бір хадисінде расында мумин адам өзінің көркем мінезі арқылы үздіксіз ораза ұстаушы мен түнімен намаз оқушының дәрежесіне жетеді деген. Шынайы жәннатты аңсаған адам ең алдымен өзінің мінезі мен көркем болуына аса назар аударуы қажет, құрметті жамағат. Сондықтан әрдайым біз көркем мінезді болып, сыпайылық көрсетіп, адам баласын тақуалыққа апаратын жолдарынан екенін ұмытпауымыз. Басып келген қадамдарымызды Аллаху Тағала сауапты амалдарынан жазсын. Роббана ғфирли вәли вәлидайя вәлил мұъминина яума яқумул ахзаб бирахматика архамур рахимин. Аллаху акбар.